Саламатсыздар ма достар? Менің аты жөнім Спанкулов Маулен. Спанкулов заңгерлік компаниясының негізін қалаушысымын. Бүгінгі видеода кредитті қалай тиімді жабу керек жайлы болады. Осы тақырыпқа өтпестен бұрын менің YouTube каналыма, Instagram парақшама тіркелуіңізді ұмытпаңыздар. Алдындағы заң саласындағы керек тақырыптарды жіберіп алмаңыздар. Ал енді кредитті қалай тиімді жабу керек? Кез келген кредит екі заттан тұрады. Ол сіздің банктен алған ақшаңыз және сіз алған ақшаңыздың үстінен қосылатын проценттерден тұрады. Ең басындағы алған ақшаңызды сіз толық қайтаруға міндеттісіз. Бірақ банк қосқан пайыздар мөлшерін азайтуға болады. Бүгінгі әңгімеміз осы пайыздар туралы болмақ. Сіз білетіндей пайыздар мөлшері кредитті қанша уақытқа алғандығыңызға, яғни төлеу графигіне тікелей байланысты болып келеді. Ал енді осы графиктің екі түрі бар екенін білуіміз қажет. Олар дифференцированный график және аннуитетный график болып екіге бөлінеді. Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы заңының 39 бабының 2 тармақшасында, яғни жеке тұлғалармен жасалатын банктік қарыз шарттарында, оның ішінде ипотекалық қарыз шарттарында, банктер, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар сыйақының тіркелген не құбылмалы мөлшерлемесін белгілейді және қарыз алушының таңдауы бойынша банктық қарыз шарттын жасасқан күнгі банк ұсынған қарызды өтеу әдісін көрсетеді. Бұл нені білдіреді? Яғни сіз кез келген кредит алмай тұрып, банк менеджері сізге бағанағы екі график бойынша төлеу графиктерін есептеп шығарып беруі тиіс. Және сіз сол екі график ішінен ең қолайлысын таңдап алуыңызға болады дегенді білдіреді. Енді сол екі графиктің айырмашылығын түсіндіріп өтейін. Бірінші график аннуитеттік. Бұл график бойынша сіз банкке ай сайын төлейтін ақшаңыз бірдей болады. Проценті көп болып басталып кейіннен азаятын болады. Сіздің негізгі қарызыңыз, яғни основной долг басында аз-аздан төленетін болады. Бұл төлеу графигі банктерге өте тиімді, сондықтан да 90% кредиттер осы график түрімен төленеді. Ал енді екінші график дифференцированный. Бұл график бойынша сіз банкке әр түрлі сомма төлейтін боласыз. Проценті аз мөлшерде және тез азаятын болады. Основной долг ай сайын тұрақты бір сумма төленіп отырады. Дифференцированный график төлем әдісінде сіздің основной долгыңыз бірінші төлем жасаған айдан бастап тұрақты жабылып отырған үшін сіздер әрине кредитті тиімді әрі тез өте аласыздар. Достар, негізі менің айтып кеткенім барлығы негізі сіздерге түсінікті болу үшін сіздерге бір мысал келтіріп кетейін. Сіздер бір кез келген бір банктан кредит алдыңыз 4 жылға. Сіздер негізі аннуитетті график арқылы негізі төлейтін болсаңыздар, сіздер осы 4 жылдың ішінде 1 миллионды 2,5 миллион, 2 миллион 300 мың теңге қылып қайтарасыздар. Ал егер сіздер дифференцированный график ретінде төлейтін болсаңыздар, сіздер негізі 1 миллионды 1 миллион 500 мың, 1 миллион 600 мың, ары барса 1 миллион 800 мыңдай негізі қайтарасыздар. Болашақта, егерде банктен несие алғыларыңыз келсе, мен айтып кеткен дифференцированный график бойынша төлем әдісін таңдап, кредитті тиімді әрі тез жаба аласыз. Алып қойған кредиттеріңіз аннуитетті график бойынша төленіп отырса, және сол кредит бойынша просрочкаларыңыз болмаса, сіз банкке өтініш жазу арқылы өздеріңіздің графиктеріңізді ауыстыра аласыз. Осы банктың графигіне байланысты проблемаларыңыз болса, және аз мөлшерде кредитті заңды төлегіңіз келсе, осы видеоның астына ссылка қалдыратын боламын. Сол ссылка бойынша мені көмекшім Әйгеріммен хабарласып, графиктеріңізді дұрыстауға сіздерге ақылы түрде көмектеседі. Назар аударғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.